Бүгін Түркістан облысында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған қазақстандықтардың әл-ауқатын өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдау бойынша мәжіліс болып өтті. Актив жиналысын ашқан облыс әкімі Жансейіт Түймебаев негізгі 6 бағыттан тұратын саяси құжаттың мәні мен мағынасына жеке-жеке тоқталды. Жиын барысында аймақ басшысы ел президентінің жолдауындағы әрбір міндеттерді Түркістан облысында атқарылып жатқан жұмыстармен байланыстыра баяндады. Елбасы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының мерзімін 2025 жылға дейін ұзартуды жүктей отырып, оның болжамды нәтижелерін атап өтті. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін жыл сайын қосымша кемінде 30 миллиард теңге бөлуді қарастыру қажет. Бұл 3 жыл ішінде 22 мың жаңа жұмыс орнын ашуға, 224 миллиард теңге салық түсіруге және 3 триллион теңгенің өнімін өндіруге мүмкіндік береді, дейді президентіміз. Бұл тапсырмада жаңадан құрылған Түркістан облысында кәсіпкерлік саласының одан әрі дамуына тың жол ашпақ. Елбасының Қазақстан халқына жолдауы халықтың көкейінде көңілінен шықты деп айтамын. Өзімнің тікелей көңілінен шықты. Себебі біріншіден халықтың әл-ауқатын жөндеу мәселесі. Халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту, өмір сүру сапасын жақсарту болып отыр. Бұл бірде-бір бүгінгі күнгі қазіргі саясатта өте қажетті бір мәселенің бірі. Мемлекет басшысының саяси құжатындағы міндеттерді насихаттауда мінберге бір қатар азаматтар шығып, өз ойларын ортаға салды. Олардың ішінде Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің доценті, тарих ғылымдарының докторы Тұрсын Маханұлы, Бөртемилка кәсіпорнының құрылтайшысы. Сондай-ақ Түркістан студенттер альянсы қоғамдық бірлестігінің мүшесі Алуа Тұрсынхан да бар. Жастарды және де жастар отбасы институтын қолдай отырып 2019 жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынғаны. Біз әрине бұл бастаманы қолдаймыз. Түркістан облысының және де Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің жастары бұл бастамаға өз үлесімізді тигіземіз. Елбасы әр сөзінде жастарға қолдау көрсетеді және де оны іспен де дәлелдеп, өзі де үлгі болып, керемет мүмкіндіктер ұсынып отыр. Біз бұл бастамаға өте ризамыз. Актив соңында Жансейіт Қансейітұлы елбасы жолдауында атап көрсетілген мәселелерді негізге ала отырып, ең алдымен оның тиісті деңгейде түсіндіріліп, бақыттан насихатталуын облыстық ішкі саясат басқармасына тапсырды. Насихаттау шаралары облыстық білім, отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармалары мен аудан қала әкімдіктеріне, сондай-ақ Нұр Отан партиясы облыстық филиалына да жүктелді. Елбасымыздың Түркістанға айрықша көңіл бөлуімен, ерекше жігерімен, Астанаға көшудің 20 жылынан кейін тағы да республикамыздағы бір облысты, қаланы күшейтіп, ірілендірудегі үлкен жоспары халықаралық деңгейде. Және елбасымыздың Түркістан жайлы айтқан сөздерін бәріңіз жақсы білесіздер. Түркістан бірнеше ғасырлар қазақ хандығының орталығы болған. Сондықтан да Түркістан бүкіл түркі дүниесіне ортақ рухани, мәдени орталық болу қажет деп отыр. Сондықтан да біздің міндетіміз, баршамыздың міндетіміз үлкен, яғни талап жоғары және халықаралық деңгейде болуымыз қажет. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбек ақысын қайта есептеп, қажетті қаржыны анықтау шараларын жүргізуді жүктелді. Жергілікті бюджет есебінен білім, денсаулық сақтау, ішкі істер және басқа да сала мамандары үшін жеңілдетілген ипотека бойынша алғашқы жарнаны ішінара субсидиялау мәселесін шешу жолдарын қарастырып, нақты ұсыныс енгізу тапсырылды. Түркістан қаласынан Ақмарал Көпжасарова, Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елеубеков, Олжас Байтуов, Туран Ньюс.